Әскерге келгенде мені осында өзім секілді бозбалалар қарсы алды. Әрқайсымыздың көзімізде өзімізді дәлелдеуге, батыл болуға деген жігер бар еді. Алғашқы күннен бастап сап түзеп тәртіпке үйрене бастадық. Елді қорғайтын сарбаз болу әрбіріміздің мойнымыздағы үлкен жауапкершілік екенін түсіндік. Ант қабылдаған сәтте жүрегімде ерекше сезім оянып, ер жетіп, нағыз азаматқа айналғанымды түсіндім. Бірақ менің тағдырым бұл жерден де басқа сынақтар дайындап қойған қайдан білейін. Әскердегі алғашқы күндер мен үшін үлкен сынақ болды. Бұл жердің тәртібі, талаптары, тіпті күнделікті өмірдің өзі мүлде басқа әлем сияқты еді. Таңғы 5-те ояту, қатаң тәртіппен күнделікті жаттығулар, сап түзеу, жүгіру, мұның бәрі маған бұрын соңды болмаған қиындықтар болып көрінді. Алғашқы қиындықтардың бірі ерте тұру мен уақытқа бағыну болды. Үйде өзім еркін жүріп, қалағаныммен айналысатынмын. Ал мұнда уақыттың әр минуты қатаң есепте. Таң атысымен жаттығу жасауға шыққанда денемнің әрбір бұлшығы сырқырап ауыратын. Бірақ шағымдануға еш мүмкіндік жоқ. Барлығымыз бірге бір сапта болуға тиістіміз. Тамақ та алғашында таңсық көрінді. Әскер асханасының қарапайым мәзіріне үйрену оңай болмады. Үйдегі анамның дайындаған ыстық тамақтарын сағынып, кейде ас ішпей жатып ақ тәбетім жоғалып кететін. Бірақ аштықтан қашып құтылу мүмкін емес екенін түсініп, уақыт өте келе бәріне көндім. Арада 6 ай өтті. Сержанттар ауысып, орнына басқа сержант келді. Сол келген соң менің тағдырым өзгерді. Ол мені жеке шақырып алды. Қасында тағы 2 сержант бар. Біз бүгін көңіл көтереміз, деді. Басында мен түсінбей, сыра анау-мынау әкелуге жұмсайды деп бұйрық күтіп тұрдым. Олардың түрлері арақ ішкен адамға ұқсамайтын. Шегіп алған айуандар қарқылдап күле береді. Кіші сержант есікті құлыптап, «Қане, шалбарыңды шеш», деп бұйырды. Сол сәтте ғана бұл азғындардың ниетін түсіндім. «Жоқ, сендер не істегелі тұрсыңдар?» деп бақырдым. Жігітпін ғой, олармен төбелесіп кеттім. Олар үшеуі менен үлкен, күші бар еркектер. Ұрып жықты ма, тамырыма укол тықты ма? Мен сол бойда мәңгүрттеніп қалғандай болдым. 3 азғын маған білгендерін жасады. Кезек-кезек мүшелерін аузыма, артқы тесігіме қинап тығып, ыңырсып, ләззат алғандарына мәз. Ол көрініс өте жаман. Білегіме укол алған мен ештеңе істей алмай жаттым. Таң атты, таңға дейін түгімді қалдырмай итерді. Олар өз ісін аяқтап, мені душқа сүйреп апарып, мұздай суға шомылдырды. Есімді жиған бойда өмір сүруден безіндім. Әлгі 3 азғынды тұқым тұяғымен қарғадым. Құдай бар болса, ұл қыздарың мен сияқты азапталып қорлансын, деп беттеріне жылап айттым. Олар мені ішімнен ұрып, теуіп тастады да қоймаға қамады. Есіңді жида, 4 қабырғанмен кеңес. Енді бізге көбелек боласың, немесе өзіңді бүгін өлтір, деді кіші сержант арсыз күлкісімен. Әскерде жүріп, талай сарбаздың өмірі әділдік іздеумен қиналғанын көрдім. Олар үмітпен, сеніммен күресіп, әділдік орнатқысы келді. Бірақ бұл күрес кейде тым ауыр, тым қатыгез еді. Сол сарбаздардың анасы қаралы хабар естіп, жүректері қарс айрылып, зар еңіреп қалатынын көріп жүрміз.
Мен сол сәттерде олардың жан айқайын өз жүрегіммен өткізетінмін. Сол кезде өзіме бір сұрақ қоямын. Мен осындай жолға бара аламын ба? Әділдік үшін өз өмірімді қиып, анамды жалғыз тастап кетуге дайынмын ба? Жоқ, анамның өмір бойы маған арнаған әрбір күні, әрбір жанкештілігі есіме түседі. Егер мен өліп кетсем, анам қайғыдан есеңгіреп, менің ізімнен кетері анық. Оның мен үшін көрген азабы босқа кеткендей болар еді. Өмірім үшін емес, анам үшін аман қалу мен үшін ең үлкен әділет. Сол үшін де өзіме қол жұмсамай аман қалдым. Ол азғындардың қорлығына 6 ай шыдадым, көндім. Бірақ мен ауру болып қалдым. Артқы тоғышек кеңейіп, нәжісті ұстай алмайтын болдым. Анама бұл нәрсені айта алмай, құпия біраз емделдім. Әскерден келген соң үлкен памперс киіп жүретінмін. Анамнан тығылып 1 жыл ем қабылдадым. Анам менің аман сау келгеніме қуанды. Қайдан білсін, анам үшін қиындыққа шыдап аман жүргенімді. Бұл сырымды осы парақшаға айтып жеңілдей алдым. Әйтпесе кеудемде ауырлық сезім әбден шаршатты. Әңгіме ұнаған болса, менің арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар.